тігін еңбегі жұмысы біздің Қазақстанда болған екен, ол отандық өнім болып табылады. Алдында айтқандай, Қытайда машина шықса, оның ішіндегі дүниенің барлығы, моторы, майы, шинасы, бүкіл басқа компаниялар шығады. Оларда плюс өзінде шығады. Полноценный, полный машина шығарып беретін компанияның өзі, егер барып зерттесеңіздер, ол полный майында, моторында, шинасында, сенсорында өзі шығармайды. Просто өзіне қажетті талаппен шығартып, тапсырыс беріп алдырады. Машина завод ойлаңызшы, қалай сенсор жасау мүмкін? Ол вообще технологически IT жағына кетіп қалады. Шина ол резина жағына кетіп қалады. Май тіптен бөлек саласы. Машина шығарушы ол шығарумен, оның моделімен және оның сатылымымен, оның сапасымен айналысады. Даже ішіндегі кожаның өзін басқа компания жасап береді. Бірақ оларда бір плюсы барлығы өз ішінде шығарылады. Сол сияқты бізде де жаңа айтқандай барлығы кожа өндіруші үлкен бір алпауыт компаниямыз болса, оның требованиясы европалық стандартқа сай болса, табанымыз шығып жатыр, европалық стандартқа сай болса, клейміміздің өзі керемет өзімізде шығып жатса, себебі басқа рыноктың барлығы ашық. Бұл айтқанда жұмыс жоқ, іс жоқ, бизнес жоқ дейді негізі. Істеген адамға бизнес